Намиб шөлінде тіршілік ететін қоңыз ауадан су жинаудың тамаша тәсілін біледі. Олар әдетте таңертең ерте құм төбесіне шығады, себебі биіктікте тұман көп болады. Ол денесінің керемет құрылымы арқылы өте құрғақ жерде тұманды ауаны суға айналдырады. Оның арқасының гидрофилді және гидрофобты құрылымы тұманды сұйытылған түрге айналдырады. Микротамшылар жиналып, гидрофобты арналар арқылы оның басына ағады, және солай ол шөлін қандырады. Денесіне жеткілікті микротамшылар жиналғанда, артқы аяғын биік көтеріп, судың басына қарай ағуына жағдай жасайды. Яғни, қоңыз гравитациядан хабар бар деген сөз. Намиб қоңызы ғалымдардың назарына ілікті. Оның сауытының құрылымына ұқсас технология жаратып, су тапшы жерлердегі су мәселесін шешудің жолдары қарастырылып жатыр. Шөлдегі ыстық ауа мен мұхиттан келген салқын ауа араласқан кезде қалың тұман пайда болады. Міне сол тұманды ішуге жарамды суға айналдыруға болады. Ол үшін қоңыздың тәжірибесі бізге үлгі болады. Табиғатта барлық мәселенің шешімі жасырылған. Тек оны мұқият бақылау керек.